Сәлем қыздар. Бүгін тез жасалатын қандай тамақ бар екен деп ойланып матбар жасауды шештім. Сіздерге де идея керек болса, осы тамақты жасасаңыздар болады. Тамақ өте дәмді шықты қыздар. Алдымен етімді майдалап кубиктап турап алдым. Қазанға май құйып қыздырып алдым да, еттерімді жақсылап қуырып алдым. Етті өз суымен әбден жақсылап пісу үшін бетін жауып қойдым. Еттің суы құрғаған соң пияз бен сарымсақ салып, оны тағы да қуырдым. Артынан қызанақтарды турап салып, оларды да жақсылап қуырып алдым. Сәбіздерді де майдалап кубиктап турап, оларды да қуырып алдым. Тұз салып, қақпағын жауып, біраз күттім. Бәрі әбден қуырылған соң қайнап тұрған суды үстіне құйдым. Суымызды молынан құйып, қақпағын жауып, еті әбден піскенше қайнатамыз. Оған дейін бір жұмыртқамен қатты қамыр илеп аламыз. Қамырымыз қатты болған соң, оны жаю кішкене қиындау болатын болғандықтан, мен лапша резкамен оларды жайып алдым. Қамырымыз қатты жұқа болмауы тиіс. Қамырларымыздың бәрін жайып болған соң, араларына жақсылап қон сеуіп, бірінші ұзыннан кесіп аламыз. Одан кейін көлденеңнен ұсақтап турап шығамыз. Артынан екі жартылай ашты бұрышымызды да тура осылай ұсақтап, кубиктап турап аламыз. Егер сорпаның ашырақ болған қаласаңыздар, чили бұрышын турасаңыздар да болады. Етіміз піскен кезде бірінші туралған бұрыштарымызды саламыз. Сорпамыздың тұзын көреміз, егер бәрі дұрыс болса, қақпағын жауып, қайнағанын күтеміз. Сорпамыз қайнаған соң кеспелерімізді саламыз. Жабысып қалмас үшін араластырамыз. Сосын бетін жауып, нанымыз піскенше пісіреміз. Нанымыз қалыңдау болып жайылған соң 10-15 минуттай пісіруіміз керек. Тамағымыз небәрі 1 сағатта дайын болды. Жеп көрдім, өте дәмді болды қыздар. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Сондықтан міндетті түрде пісіріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын.